Қайырлы күн. Мен сіздермен бүгін жаппасай тағамының жасалу рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен бізге пияз, картоп, сәбіз, ет қажет болады. Барлығын пиязымызды, картопымызды бәрін ашып, осылай көбіктеп турап аламыз. Менің каналыма тіркеліп, комментарий жазып, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Осылай бірінші кезде бәрін соломка қылып, кейіннен көбіктеп турап аламыз. Түрлі дәмдеуіштер қоса берсеңіздер болады, әркім өз қалауы бойынша жасай берсе болады. Подливкасын мен осылай дайындап аламын. Барлығын бірінші кезекте көбіктеп турап алатын боламын. Екінші кезекте картопымызды дәл солай жұқартып, кейін соломка қылып, осылай көбіктеп турап алатын боламын. Етімізді де дәл солай барлығын көбіктеп турап аламын. Подливкамыз дайын. Ендігі кезекте ыдысымызға майымызды құйып, тапамызға осылай қызған майға етімізді салып қызарғанша қуырамыз. Ендігі кезекте пиязымызды саламыз. Жақсылап араластырып қуырып аламыз барлығын қызарғанша. Ендігі кезекте сәбізімізді саламыз. Картопымызды салып, барлығын жақсылап араластырып, дәміне қарай тұз салатын боламыз. Түрлі дәмдеуіштер салсаңыздар болады. Және томат пастасын қосатын боламын. Бетін жауып, су құйып, подливкамыздың суы молырақ болғаны дұрыс, сәл жоғары болғаны дұрыс. Бетін жауып, жай отта пісіретін боламын. Ендігі кезекте қамырымызды дайындау үшін осылай салқын суға тұзды араластырып, електен өткен ұнымызды осылай қолдың көмегімен суала етіп қамыр илейтін боламыз. Орташа жұмсақтығы орташа қамыр дайын болды. Ендігі кезекте бетін жауып, жарты сағатқа тындырып қоямыз. Июі қанған қамырымызды осылай қамырымызды оқтаудың көмегімен жайып алатын боламыз. Мен бұрын қамыр жаюдың тәсілімен бөліскен болатын алдыңғы видеода, содан көрсеңіздер болады. Қарап отқандарыңыздай осылай дөп дөңгелек қамырымыз дайын болды. Міне жұқалығын қараңыздар. Кезекте осы дайын қамырымыздың бетіне сұйық майымызды бір тегістетіп жағып шығамыз. Кисточканың көмегімен немесе алақанымен жаға берсеңіздер де болады. Ендігі кезекте барлығын бір келкі етіп кесіп алатын боламыз қамырымызды. Осылай өлшеп алсақ та болады. Барлығын осылай бір келкі бөліп аламыз. Дәмі ерекше боласты, міндетті түрде жасап көріңіздер. Отбасыңызға ұнайды деген ойдамын. Дәмі өте ерекше, керемет болып шығады. Міне қамырымыздың жұқалығы қараңыздар, бір тегіс жайылған, беті майланған қамырымызды осылай қайнап тұрған подливкамыздың үстіне салатын боламыз. Егерде подливкамыздың суы аз болса, міндетті түрде кішкене су құю қажет, өйткені судың буымен пісетін болады.
Барлығын осылай бір тегіс салып, бетін жауып, жарты сағатқа жай отта қайнататын боламыз. Міне қарап отырсаңыздар, жаппасайымыздың қамыры пісті. Осылай жинап алсақ болады қолдың көмегімен. Бірінші кезекте осылай барлық қамырымызды жинап алатын боламыз. Кейін ортасына поливкамызды салатын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, отбасыларға ұнайды деп ойлаймын. Өйткені дәмі өте керемет, ерекше болып шығады. Қараңыздар, біздің жаппасайымыз дайын. Міндетті түрде қонақтарыңызға немесе өз отбасыларыңызға осылай ұсына берсеңіздер болады. Қамырымызды осылай ашып, ортасына салып, осылай дәмін